Алматы ақшамы қоғамдық саяси басылымы 1988 жылдың 1 шілдесінен Вечерняя Алматы газетінің аудармасы ретінде жарық көрген. 1990 жылдың 17 ақпанынан бастап дербес басылым болып шыға бастады. Алғашқыда 40 мың данамен таралған. Бүгінде газеттің әр номерінің таралымы 11 мыңнан асып отыр. Баспасөзге жазылу жалпы бұл жұрт ойлайды, оны науқанға айналдырып жіберді, анау мынау деп. Ешқандай да ондай науқан емес. Бұл баспасөзге жазылу негізінен біздің мына егер керек болса, біздің бұл ұлттық патриотизмнің, ұлттық намысымыздың бір көрінісі. Осыған қарап ұлттың өзінің деңгейін бағамдауға болады. Ұлттың мына оқу деңгейін бағамдауға болады. Ұлттың бір өзіне деген сүйіспеншілігін бағамдауға болады. Мынау Жүсіпбек Аймауытовтың сөз бар еді. Мәдениет дегеніміз өз ұлтыңды өліп өшіп сүю деген. Демек, осы мәдениеттің бір үлкен бір кең арналы түрі бұл баспасөз. Сондықтан меніңше бұл баспасөзді оқу үлкен мәдениеттің белгісі, үлкен мәдениетке жатады. Редакцияда қоғамдық саяси өмір, экономика және әлеуметтік мәселелер, құқық, әдебиет өнері, хат және қоғамдық пікір бөлімдері бар. 40-тан астам тілші қызмет ететін ұжымның әр күні еңбек майданында өтеді. Маңызды ақпараттар мен маңдайалды мақалаларды сараптап, оқырман назарына ұсынады. Алматы ақшамы осы еліміздегі ең үлкен мегаполис болып табылатын Алматы шаһарының мемлекеттегі бас басылымы саналады. Енді бұл қаладағы күнделікті ағымдағы мәселелерден бастап елдік деңгейдегі, ұлттық деңгейдегі, мемлекеттік деңгейдегі мәселелердің бәрін түгел қамтып жатады. Ақшам ақпарат, шаһар шаруашылығы, руханият сынды негізгі айдарларды оқырман асыға күтіп оқиды. Өйткені қызметкерлерге қойылған талап жоғары, мақала мәтіні қызықты, ойы тұшымды болу керек. Басылым мен оқырман арасында алтын көпір орнаған. Редакцияға келетін толассыз хаттар сөзіміздің айғағы. Бұл күнде Алматы ақшамы қаламыздың бас басылымы.